ай Құдай саған береді. 40-тың талай 40-ын қосып береді Құдай қаласа. 3-40-ты қосып береді. Саған 120-ға бірақ шығасың. Солардың тілеуімен. Тіле ғой алтыным. Мүмкіндік болмай әдейі қаза қылуға болады ма? Әдейі қаза қылу үлкен иманның әлсіздігін көрсетеді. Бұл жақсы нәрсе емес. Тұрмыс құрайын деп жатыр едім. Сол дұрыс па, бұрыс па, неге екенін ойланып жүрмін. Соны дейді. Тұрмыс құрған жақсы, рахат болады. Күйеуге шығайын алайын. Дұрыс нес? Күйеудің бәрі дұрыс. Күйеуге шық, срочно шық причем. Алам деп тұрған адамнан қалма, жабысып дейіп ал. Өмірден қайтқан адам үйге келіп тұр түсімде, Құран оқып бата қыл, дәметіп тұр деген сөз. Сүндет тойын жасаса бола ма? Сүндет тойың да сол. Сүрені іштей оқысам қабыл бола ма дейді. Аллах Тағала сыбырлағанды естімей ме деген халқымызда сөз бар. Садақа берместен алдын 10 күн бұрын айту керек па моллаға дейді. Енді молланың қолы бос болмаса келемей қалады ғой. Саған молла керек болса, бірінші моллаға барасың. Саған бірінші кластастер керек болса, кластастеріңе айтасың. Соңы молданы қолжаулық сияқты шақырып аласың. Егер сен дінді құрметтеп, молданы құрметтеп, ол дін жолындағы адамға ізетің болса, алдын ала соқсымен бірінші ақылдасасың. Қажеке, молдеке, қашан келе аласыз? Сіздің ыңғайыңызға қарап бір Құдай берсем деп едім. Үйде отырып, достарым келеді, бала шағам отырады, соларға бір жақсы насихатыңызды айтыңыз деп молдамен кеңессең, молдамен кеңесіп пішкен тон келте болмайды дейді. Сондықтан молда асықпай отырады үйіңде. Көп адамдар жаңағы молданың қалтасындағы зат сияқты телефонды көтере салып, немесе сообщение WhatsApp-пен жазып, біздің үйге кел деген, ол молданы қолжаулық қылмаңыздар. Иш шығарып Құран оқыту жарайды ма, әлде мал сойып Құран оқу керек па? Құран оқу, иш шығаруға да, мал союға да байланбайды. Иш шығару жағдай жоқтарға нан таратып беру, мал сою Алла ризалық үшін ол да таратып беру. Оны жасамай-ақ Құран оқи беру. Құран малға байланбайды, мал Құранға байланбайды жаным. Оразада жолдасымен умраға жол жүрмекші едік. Қандай ақыл айтасыз? Намазға тұрып алыңыз қазір. Қазір базардың бәрін арылап алыңыз. Мегацентр, сегацентр деген қалмасын. Іштегі нәпсіңді магазинде қандырып алыңыз. Меккеге барғанда тек қана құлшылықпен болатындай қылып, уже мына іштегі нәпсің магазинді көргенде құсқың келетін болсын. Намаз оқимын. Мүшел жас деген шариғатта бар ма? 37-ге кіреді, шығады ма мүшелден дейді. Шариғаттағы мүсел деген сөз әр өмірді, әр сәтті пайымдау, бағалау, реттеу, туралыққа салу, жөнге келтіру деген сөз. Яғни мүшелеу деген сөз. Сондықтан бұл бар, бұл әрбір өмірді біз қарауымыз керек. Әзірет Омар күнде кешке келіп, не істегенін жазып, мүшелдей деген. Мен бүгін мынаны істедім, мынауыма Құдай риза бола ма, болмай ма деген. Сол сондай дүние. 36-тан 37-ге қарағанда кіресің. Құранды мешіттен сатып ала ма дейді. Жоқ. Қайтыс болған адамның рухы бізді көре алады ма? Көреді. Қайтқан адамға 100 жылдығына арнап көп адамға ас берген дұрыс па дейді. Жоқ. Жоқ. Сол қайтқан адамның 100 жылдығына қайтқан адамның тұқымдары бар. Жаңа ғана айттым. Нанын тауымламай атқан, үйінде мүшек ұны жоқ, қиналып жүр, баласын неге салып атыр қайта-қайта. Инстаграмға балама сбор жәрдем берші, балам ауырып атыр деп, сондайлар сен туысқандарың ішінде бар. Алысты келе жоқ, өз туысқандарың ішінде тола. Неге соған сонда риза боласың? Барлығын ас бересіңдер, 100 күндігін, 100 жылдығын молданы шақырасыңдар, Құртой молданы, соң бәріміз келеміз, ет жейміз, тісімізді шұқимыз, ат бересің, ат шаптырасың, 1000, 3000, 5000 адам шақырып ат шаптырасың, көкпар шабасың, соның ақшасын бәрі жеп ішіп бітеді, атаңның аруағы саған қарғыс оқымаса пайда оқымайды, рахмет айтпайды саған. Менің балаларым қиналып жатыр еді. Жиен бөледен туған бөле жарым, немесе жиен шарым қатты қиналып үйінде наны жоқ. Менің аруағымды риза болуын қаласаңдар, неге мен жиенімді ренжітесіңдер деп барлығының жағаңа асылады әлі. Сондықтан ондай ас беру, басқа қыру дегенде тойда. Атаның аруағын сыйлау деген сөз ас беру емес. Атаның аруағын сыйлау деген сөз сол атаңның көрсеткен жолымен жүру. Атаңның аруағын сыйлау деген сөз соның жолын жолдау, соның арманын орындау, соның тәуелсіздігін бағалау, соның армандап кеткен дүниесін алға бастыру. Бір-бірлеріңмен ынтымақты болыңдар, балаларым деді. Мен өткен уағызды бекер салған жоқпын. Сол ас беріп біткенше бүкіл келіндердің бетін жұлып, келіндерді боқтап, ағайындармен қырылысып бітеді. Ақша жинаған
жинағаны вообще қырғын. Өлген адамның аруағы безет. Мен ақша жинағандар ішіне жүрмін ғой, білем мен. Бәленбайдың атамызға ас береміз дейді. Содан кейін барып тұрып группа құрып алады да, ішіне бәленбай адамды қосып алып, байлар көбірек ақша берсе, соны мақтайды. Жағдайы жоқ адам 2000 теңге берсе, аузына кіріп, ақ ит кіріп, көк ит жүреді. Соны жерден алып жерге салады. Содан кейін вообще бере алмайтындар болса, оларды группадан шығарып жіберіп, оны сол атаңның баласынан шығарып жібереді. Сонда аруақ риза бола ма сіздерге? Сол үшін қалай риза бола ма сонда? Жоқ, аталарыңыз ақша бергенді ғана жақсы көре ма? Солай ба сонда? Бұл жақсы нәрсе емес. Атама ас берем деп ақша жинап, ол керек емес. Атаңның көрсеткен жолымен жүрсең, ол атаң сенің пайғамбар саллаллаху алейхи жолымен жүрген. Сол жайлы бүйтіп тұрып жинасаң, сол керемет дүние болады. Аталарыңыздың аруағының ризалығы тап сол жерде болады. Елдің бәрі ет жеп, ана байларды, бастықтарды шақырып, оларға иықтарына шапан жауып, содан кейін риза болып, кедей-кепшіктен жинайды оны. Кедей-кепшіктен жинайды. Жағдай жоқтардан жинайды, соларды жағдай жақсыларға береді. Оның несі пайда оның? Несі сауап оның? Өзің жағдай жоқтан жинайсың, елден қырқылындырып. Сөйтесің де, жағдай жоқта жақсыларға бересің. Ол жақсы нәрсе емес ол. Атың шықпаса жер өрте деп, қазір сондай ананың асы, мынаның асы дегенді тоқтатуымыз керек. Болды. Құдайға мың шүкір. Атаңды шын жақсы көрсең, сол атаңның жолымен жүр айналайын. Жолың ауыр болғаны неліктен? Күнәдан айырылмағандықтан. Құдайдың әмірін орындамағандықтан. Құдайдың бұйрығын ауыр көргендіктен жолыңда ауыр болады. Сопылық жайлы не айтасыз? Сопылық рух ілімі, ешқандай мәселе жоқ оған, бірақ сопының сопысы бар. Қандай себептермен ажырасқан қайырлы болып саналады? Қайырлы емес. Ажырасуды қайырлы деп айтпаңыздар ешқашан. Алланың адал еткен нәрселерінің ішіндегі ең ашуы келтірген нәрсе ол талақ болады. Талақта қайырлық жоқ жаным. Ажырасу ол жақсы нәрсе емес. Адаммен адам қосудың сауабы бар. Адаммен адамды бөлудің обалы бар деген. Иә, басын жарып, көзін шығарып, ұрып, өлтіріп, тек біліп жатса, онда біз құзырлы мемлекетіміз бар, бізде президент бар, бізде өкімет бар, бізде милиция бар, бізде прокурор бар, бізде ел бар, ел ағалары бар, ел апалары бар. Охо, ақымақсың ба деп тұрып, жәнін шығарып жүріп жылылады бізде. Ал енді болмайтын нәрсеге мен төркініме кетем, маған сөйлеп қойдыңдар, маған бетіп қойдыңдар деп кеткен, ол жақсы емес алтын. Туысқанын өлтіріп қойған, енді түрмеден шығып жатыр. Құдай тамақ берейін деп жатыр дейді. Қабыл болсын не айтасың енді оған? Туысқан өлтірді, жазасын алды, бірақ енді ол Құдайдың алдында тәуба қылмаса ол қан бәрібір мойнында тұрады. Ол түрмеге қамалу, бұл дүниеде құтылу деген сөз емес ол. Одан кейін енді былай да, ол бір себеппен өлтірді. Қылмыскер, оңбаған, жаман адам мейлі бопты. Бірақ ол есесін ол Құдайдың алдында өзі береді. Сондықтан енді оның бәрі елден араласпай бір жағына кетіп алу болмайтын шығар енді. Хикмет Travel сіздікі ме дейді? Жоқ, мен вообще компанияға ешқандай қатысым жоқ. Мен енді өзім барғаннан кейін соған жарнамасы ретінде қойғам. Бірақ менің компаниям емес. Мен ешқандай компаниямен компаниям жоқ. Елу беске келген еркек басқа елге кетті. Кім кінәлі? Кім кінәлі деген өлең бар. Соны айту керек. Бұл жерде мынау кінәлі деген сөз емес. Әлбетте шайтан кінәлі. Сол шайтанға жол берген адамдар кінәлі. Бала емізетін әйел намаз оқығанда бала емізген сайын ғұсыл алу керек пе? Жоқ. Ондай сөз жоқ. Неге сәрсенбінің сәтті күні ауыр өтеді дейді. Өйткені басқа күнде төмен көресіз. Ауыз ашарға шақырған дұрыс па, әлде харекетке берген дұрыс па? Харекетке беріңіз. Харекетке беріңіз. Менің 10 айлық кішкентай бөпем бар. Атасы есімін қойған. Есімі Байжігіт. Жиі ауыратын болды. Есіміне көп адамдар таң қалады. Есімі ауыр болып жүрме деп ойлап қоям. Дұға оқытсам ба дейді. Райлым оқытып қойыңыз. Бірақ аты ауыр емес, аты күшті.
бай жігіт болсын. Ол қалтасы да бай, қалтасынан бұрын рухани бай болсын сол бала. Соған иммунитетін көтеріп қойыңыз. Иммунитет аты жоқ. Нұрлан мырза, өлгендерге Құран бағыштау қаншалықты дұрыс және бұрыс? Дүниеден өткен адамдарға біз қайыр сауап амалдарды бағыштаймыз. Ол қайыр садақа беріп сауабын қабылдаймыз, умраға қажылыққа барамыз, қатым Құран түсіреміз, кез келген жақсы сауап амал бағыштаймыз, соның ішінде Құран бағыштаймыз, жақсы амал. Бірақ сонымен бірге Құран бағыштап қойдым деп мәз болып жүрме. Құран бағыштадың ба, енді сол Құранмен өмір сүр жүрмін. Ұстаз, күйеуім көлікте тауар таратамыз. Күйеуіммен, жақсы. Көлік жүріп бара жатып намазымды толық оқып аламын, дұрыс па? Сіз оқымасаңыз болады, за рулем отырған кезде оқи алмайды. Күйеуіңіз оқи алмайды. Поворот жағып, немесе рульді алмасып отырып оқисыздар. 3 күн орға қарызым бар, кеш емес па дейді, кеш емес. Түсімде біреу қылқындырды. Өміріңізді қылқындырмасын, ахуалды түзетіңіз. Жақсылыққа бет бұр деген сөз. Өлген адамға асына мал берет деген не өлген кезде? Бұрынғы кезде біздің қазақ халқы ақша жинамаған. Адам қазақ халық дәстүрінде, еліміздің салтымызда қайтыс болған үйге немесе сондай жиындарын өткізетін кезде біздің халқымызда қазандарды көмкөріп қойған. Ол үйде қазан асылмаған, ол үйде тамақ піспеген, ол үй қара жамылған үй дейді. Сол қара жамылған үйге ағайын, туған туыс, көрші жекжат дар қолынан келгенше мал әкеледі. Сол малды әкеп беріп сояды, мынаған жұмса, қазір енді мал бермейді, қазір бәрі ақша береді. Сол ақшаменен өздері істейді. Бірақ бұл жердегі әңгіме кейінірек бұл нәрсе көршіге өтті. Көрші қолаңдар, ағайындар бөліп алып кететін болды. Қазір біздің көршілер бермейді. Себебі біздің көршілер бермейді. Себебі біз көршімен ұрысып қалғанбыз, көршіні көретін бет жоқ. Сондықтан көршілер бермейді. Ағайынмен тату болыңыздар. Пойызда намазды отырып оқуға бола ма? Егер екі жағында, үш жағында адам болып, ортада проход деген ел жүретін жол емес. Ел жүретін жолда вообще намаз оқуға болмайды. Жолды бөгіп. Мына 4 купе. 1, 2, 3, 4. Мына 4 көрініп тұрған шығар, көрініп тұр ма? Мына 4 орынның, в общем, бұлай. 1, 2, 3, 4. Мына 4 орын, соның ортасына оқуға болады мына жерге. Егер мыналар жақтырмай жүріп тұрып мешайт ететін болса, онда отырған орында оқи бересің. Умра мен қажылықтың қандай разницасы бар? Қандай айырмашылығы деп? Біз былай қалайық. Біз қазақ деген елміз. Қазақ елі өз тіліне, өзінің салтына берекелі болды. Біз қазақша болсақ, таза қазақша сөйлейік, немесе орысша сөйлейік. Қазақша айттың ба, қазақша не айырмашылығы бар деп жаздым. Разницасы деп тілімізді онсыз да шұбарлатып біттік. Мен де тілім шұбар болып бітті. Сондықтан жақсы нәрсе емес. Біз тілімізді түзетейік, өз тілімізді, дәстүрімізге қайтып келейік, соны ұстайық салтымызды. Сондықтан жаным, қажылық пен умраның қандай айырмашылығы бар десең, айырмашылығы біреуі парыз болады, екіншісі сүннет болады. Парыз деген бай бақуатты адамдарға өмірінде бір рет қасиетті құрбан айтта баруды үлкен қажылық дейді, ол міндетті болады. Бай еместерге, средний байларға, типа байларға, баймын деп пантовац етіп жүргендерге, оларға өмірінде бір емес бірнеше рет умраға баруға болады. Оны кіші қажылық дейді жаным. Ол жыл 12 қалаған уақытта бара бересіз. Анау үлкен қажылықтың бағасы $7,000 болады, кіші қажылықтың бағасы $1,000 болады. Содан басталады. Заңды некеде бармыз, 2 періштеміз бар, бірақ мешітте некемізді қидырмадық. Енді некемізді қия берсек бола ма? Болады. Бүгін барып қидырып алыңыз, ертеңге қалдырмай жаным. Бесін намаздың алдыңғы сүннетін, парызын оқып, соңғы сүннетін аяқ жағында жаңылыссам, намазды басынан бастайын ба, или соңғы сүннетінен бастап аяқтай берем ба? Соңғы сүннетінен жаңылыссаң, соңғы сүннетін оқисың. Мысалы, бесін намаздың бізде болады 4 парыз, 4 сүннет, 4 парыз, 2 сүннеті бар. Енді сіз 4 сүннет оқып болдың, қателескен жоқсың. 4 парызды оқыдың, қателескен жоқсың. Ең соңғы 2 рекат сүннетіне қателессең, мұнан бәрі өтіп кетті алдыңғысы. Енді сіз сол ең соңғы сүннетті қайта оқисыз. Қателесетіндей дәрежеде болса, қателеспейтіндей, то есть намаз бұзылатындай, реттілігі бұзылып кететіндей болса ғана қайта оқисың. Енді майда шүйделерге намаз бил караха кемістікпен өтіп кетуде мүмкін.
Есть старый Коран, не хватает страницы. Где можно его реставрировать? Наберете в Инстаграме, в любом месте есть реставрирование Корана. Во-первых. И они вам помогут. В данном случае. Теперь, относительно реставрации Корана. Что это вам дает? У нас достаточно Коранов. На сегодняшний день у нас нет людей, которые читают. У нас очень мало людей, которые следуют этому Корану. Исходя из этого, те Кораны, которые столетиями были напечатаны, они на сегодняшний день не отличают сегодняшнего Корана. То есть временами Коран не обновляется. Тот Коран, который был неспослан во времена пророка саллаллаху, и точно так же, как тот Коран, который мы читаем сегодня, и тот Коран, который будут следовать наши дети, внуки, правнуки, они тоже будут идентичными. Поэтому, исходя из этого, тот Коран, который вы будете за тысячи тенге, за миллионы долларов реставрировать, это вам что даст? Ничего не даст. Это пустая трата денег. Да, есть Кораны, которые имеют историческую значимость. Допустим, недавно президент в своем выступлении сказал, что найден Коран, который был, сам лично читал Маран Ишан, который был нашему прадеду Батыру была, да, Камабай Батыру, по-моему, если я не запутался. Вот эти Кораны могут быть иметь историческую значимость. То есть и то это дело государства. Стоит сохранить какую-то историческую культурную ценность. А те книги, которые наши деда читали, бабушки читали, эти книги реставрируя, если вы не следуете этому Корану, она вам ничего, никакой пользы не принесет. Лучше эти деньги отдайте малоимущим. Это будет самое лучшее решение. Ассалаумағалейкум, оқушымын дейді. Көбіне бесін екінті және шам намаздар қаза болып қалады, зияны жоқ па? Мүмкіншілігің болғанша қазағыма. Тұрып тығылып болса да оқып аласың. Егер мүмкіншілік болмаса, онда қаза қалады. Күйеуінің ақшасын төркініне таситын әйелдерге не айтасыз? Күйеуінің рұқсатынсыз апарып берсе. Күйеуінің рұқсатынсыз апарып берсе, Нұргүлжан, келінді ұнатпай жүрсің ау деймін, иә. Жеңгең ұнамай жүрма. Күйеу мен әйелдің ортасына түспеңіз. Егер сіз солай жағынан келген болсаңыз. Ал жалпы әйел адам өз күйеуін өзі тонамайды деп есептеймін. Өйткені екеуі бір адам. Енді ішінде ақымақтар болатын шығар. Болатын болса, олардың өздерінің тірлігі Алланың алдында өзі жауап береді. Бірақ сіздің ағаңыз, сіздің бауырыңыз сол әйелмен өсіп өніп, сол әйелді жары болып, түнін бөлісіп, бір жастықта қартайып, екі бауыр бір жастыққа жатпайды, екі апалы сіңілі бір жастыққа жатпайды, бір жастыққа ер мен әйел жатады жаным. Екеуі бір-бірінің тілін тауып, тілін таппаса да ол соның қызметінде жүрген жеңгелеріңізді, келіндерді чұқып, дүниені тонап жатыр. Ана сіңлісін көріп қалдым, новый куртка, шуба сатып алыпты, норковый оңбаған. Білеміз ғой, олар бейшара, норка сатып аламайды. Біздің ағамыздың ақшасын ұрлап жеңгеміз беріп жатыр дегенді қойыңыздар. Мен ондай талай естігенбіз, ондай приколдарды қойыңыздар. Оларда адам қазір киіммен, тряпкамен, киіммен ештеңені таңғалдырамайсың. Оның үстіне киген бір киімі болса, қандай еді? Қымбат бір фирманы көріп қалсаң, ол оригинал деген сөз емес. Оригинал деген сөз емес. Сондықтан подделка деп ойлай беріңіз. Майкл Корстың сумкасын ұстап ой, бейшара, олардың жағдайы жоқ оның Майкл Корсты. Менің ағамдікін тонап беріп жатыр екен ғой. Майкл Корстың подделкасы көп қазір. Подделкасын ұстап жүр деп ойлай беріңіз. Коуч сумкасы да солай. Америкада барғаныңыз жайлы айтыңызшы. Айттық. 2-3 күн бойы айттық жаным. Шаршадық оны айтып. Намаз оқуыма күйеуім қарсы. Қарсылығына қарамай оқи берсем дұрыс па? Енді ұрып текпілеп атса қарсы болмайтын шығар енді ол кезде. Ол кезде заң бар, басқа бар. Бірақ күйеуім қарсы дегенде, сіз жаңағы не үшін қарсы, маған соны нақтылап жазыңыз. Ол сіздің намаз оқуыңызға қарсы емес. Кейбір әйелдер бар, мен намаз оқимын деп, күйеуіне түртпектеп, мен намаз оқитын едім деп, ананы харам, мынаны көпір қып, ананы туысқандармен араластырмай, бүйткенде сөйтіп алып, немесе сәләфилік, немесе тағы да басқа ағымға кіріп алып, сондай бір топтарға қосылып алып, сондай бір подружкаларға қосылып алып, не үйді қарамай, не үйді тазаламай, не балаларға ие болмай, намаз
оқимын деп қаңғып, бір жағынан сабақтан сабақ деп, ана психолог, ана коуч, ана ұстаз деп кетіп қалсаң, ол далбасалаған нәрсе болады. Сондайлар көп. Үйде отырып туа бересің дейді көке, не дейсіз? Дұрыс қой, далада жүріп тумайсың ғой. Үйде туып тұра берген дұрыс. Соның әулетін көбейтіп алсын. Туа бер жаным. Құдай берді ме? Ей Алла деді, туа бер. Бірақ сол балаларды соны жақсылап тәрбиеле. Әкесін сыйлайтындай қылып тәрбиеле. Туған осы екен деп бәрін туа берме падре. Туғаннан кейін сол балаларды кішкене қамқорлығына ал, әкесінің сыйлатып үйрет. Сонда жақсы болады. Март айында босанам, намаз оқи берсем бола ма? Болады, отырып оқи бер. Егер ішіңіз үлкен болып кетсе, оқи беріңіз. Ташкентке келесіз бе? Бұйырса, Құдай қаласа, умраға сапарға барасыз. Шашты қай жақта алған абзал дұрыс болады? Шашты сол жерде аласың, алдын ала болмайды. Шашты сол жерде шаш алатын жер бар. Кейбіреулер ана бері шығара салып шаш алып отқан дұрыс емес. Өзінің шаш алатын